Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сосиска в тестені духовкада әзірлейтін боламыз. Кейде қамырымыздың іші сосисканың сулы әсерінен шикі болып қалады. Қазір біз қамырымыз құрғақ, жақсы көтеріліп тұр. Соның қалай жасау жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Қантымызды саламыз. Тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Құрғақ ашытқымызды саламыз. Сұйық майымыздың жартысын құйып, електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып қамыр илейміз. Қалған жарты сұйық майымызды құямыз. Ұнымызды салып, майымызды құйып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Ыдысымыздың бетін жабып, жылы жерге ашытып қоямыз. Сосискамызды қызып тұрған пешке табамызға пергамент төсеп, сосискамызды салып, қызып тұрған пешке 5-10 минутқа салып аламыз. Сулары кету үшін, сосискамыз сулы ғой негізі, құрғақ болу үшін. Қамырымыз ашыды. 1,5 сағатта ашыды менде. Қамырымызды жайып, сосискамызды орайтын боламыз. Жақсылап бірінші қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Мына сосискамыз дайын. Ыдысымызға салып аламыз. Қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Осы қамырдан 12-13 штук сосиска в тесте шығады. Осылай сосискамызды қамырмен ораймыз. Барлығы оралды. Пергамент қағазымыз 4 бұрышты болғандықтан дөңгелек табамызда жалбырап тұрады. Қайшымен қырқып осылай алып тастасаңыздар болады. Табамызға салып, орналастырамыз. Бетін 10-15 минутқа жауып қоямыз, жақсы көтерілу үшін. Жұмыртқаның сарысымен, щетканың көмегімен барлығын жағып шығамыз. Осы уақытта пешімізді қыздырып қоямыз. 250 градуста 30-35 минутта піседі. Мына жұмсақ, өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.